Қорғаныс министрлігі қазіргі заманғы сын-қатерлерге тұрақты негізде талдау жүргізеді. Оларға қарулы жанжалдар, сонымен қатар авариямен, пандемиямен, экологиялық апаттармен байланысты төтенше жағдайлар жатады. Мұндай жағдайларды қарулы күштермен жұмылдыру резерві қолданыстағы заңнамаға сәйкес тартылуы мүмкін. Бұл ретте халықаралық тәжірибе жұмылдыру резервін өрістеу мен тартудың қысқа мерзімде талап етілуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл үшін Қазақстан Республикасында резервтегі қызметті енгізу жоспарлануда. Резервтегі қызмет азаматтардың негізгі жұмысын қоса атқарумен, жалақысын сақтаумен, оларға қосымша ақшалай қамтылым төлеумен және жеңілдіктер берумен келісімшарт негізіндегі қызметті білдіреді. Тиісті қажетті мамандықтары бар азаматтар әскери бөліммен резервте қызмет өткеру туралы 3 жылғы тиісті келісімшарт жасайды. Резервтегі адамдарды даярлау жылына 60 күннен аспайтын мерзімде жүргізілетін болады. Ол оқыту бағдарламасына сәйкес ұзақтығы 1 айға дейін ай сайынғы 2 күндік сабақтар мен жиындардан тұрады. Бұл ретте тапшы мамандықтар бойынша даярлыққа ерекше назар аударылатын болады. Резервтегі адамдарға әскери бөлімдерде сақтауда тұрған қару мен жауынгерлік техника бекітіліп беріледі. Әскери бөлімдер сабақтар мен оқу жаттығулар уақытында нысанды киім-кешекпен, казармада тұрумен және тамақтандырумен қамтамасыз етеді. Ақшалай төлемдер ай сайын ең төменгі 1 жалақы мөлшерінде, ал жиындар өткізу кезеңінде резервтегі адамның орташа жалақысы мөлшерінде төленетін болады. Сабақтар мен оқу жаттығуларда болу мерзімі әскери қызметтегі еңбек сіңірген жылдарының жалпы мерзіміне кіреді. Резервтегі қызмет қысқа мерзімде тиісті әскери бөлімге келуге және қойылған міндеттерді орындауға дереу кірісуге әзір даярланған азаматтардың болуына мүмкіндік береді.